Ешқашан ешкімге қадірлі екеніңді түсіндіріп әуре болма. Өйткені сенің қадіріңді сен жоқ кезде, немесе сен өлген кезде түсінеді. Өкініштісі, ол адам сол кезде қатты қателеседі және кеш қалады. Көңіл сарайының терезесін айқара ашпаған абзал. Ашық алаңға тас атушылар көп болады. Қалай қылсаң да, қанша тырыссаң да, әр ісіңнен бір мін тауып отыратын адам болады. Меніңше, мұң қуаныштың серігі, қуаныштың жары десе де болады. Мұң бізді ессіз күлкіден арылтады. Тәубамызды есімізге түсіреді. Ағат іс, ақымақ жүрістен сақтандырады. Мен бұрын мұңның осыншалықты құдіретті бар-ау деп ойлаған емеспін. Адам кейде жұмыстан емес ойдан шаршайды. Адам өмір сүруден емес, керісінше, нәтижесі шықпаған жұмыстардан, мейірімі жоқ кездерден, жүрекке бататын сөздерден шаршайды. Бір сәт еңсеңді көтеріп тұралатындай бір демеуші күш болса екен дейсің. Адам бойындағы рухани кедейлік, іштарлық пен көре алмаушылыққа алып барады. Ал рухани байлық өзгелердің бойындағы асыл қасиетке, адамгершілік пен сүйсіне қарау, бағалау, үлгі алу мәдениетіне алып барады. Опасыздық пен сатқындық жасайтын адамдар әрқашанда адамның өз айналасынан табылады. Әрбір адам қасындағы жандарға жан тәнімен сенгеннен гөрі сақтана білсе, онда өзін қорғай білгені. Қалай болса да, бірінші қателескенде ең жаман адам сен боласың. Ол кезде сенің қаншалықты жақсы адам болғаныңның ешқандай маңызы жоқ. Өздері қалай сөйлейді, дәл солай жауап берсем, жүректеріне қатты тиеді екен ғой. Сонда олардың жүректері жүрек, ал меніңкі таспа. Не айтса соның бәріне шыдап жүре беретін. Өмір жолыңда кездескен сәтсіздіктің бәрі бақытсыздық емес. Кім біледі, мүмкін сенің бақытың осы тұстан басталар. Өмір жолыңда кездескен сәтсіздіктің бәрі бақытсыздық емес. Кім біледі, мүмкін сенің бақытың осы тұстан басталар. Кешіре білсең қадірің қалмайды екен. Сыйлаған сайын, иілген сайын қадіріңе де жетпейді екен. Шалқайғанға шалқай, төбең көкке жеткенше, иілгенге иіл, басың жерге жеткенше, деп бекер айтпаған екен-ау. Ақымақпен сөз таластыру, шекеңе қонған шыбынды шапалақпен ұрып өлтіргендей. Ол өлер, мүмкін, өлмес, бірақ шекеңе жақсы шапалақ тиеді. Көп нәрсеге көз жұмып, пендеміз ғой деп кешірімді болған сайын, кейбір жандар өзін періште сезініп, басына шығады екен. Саған біреу сыр айтса, әркім жайлы, сені де өзгелерге оңдырмайды. Басқаларды қуанту үшін өмір сүрсең, бәрі сені жақсы көреді, өзіңнен басқа. Рухани әлсіз адамдардың санасы әрдайым өзгелерге тәуелді болады. Рухы мықты адамдар өзіне сенімді, әрі өз санасымен өзін-өзі жетілдіреді. Адам баласы өзгелерге ақыл айтуды тоқтатып, өз кемшіліктермен арпалысқа түсіп, өзімен өзі қалған кезде нағыз адами тұлғалық қасиетке ие болады. Ең бастысы, адам уақытынан бұрын күйремеуі керек. Ақылымды тыңдасаң, салың суға кетпесін. Мықты бол, тіпті жағдай қиындап, шамаң келместей боп жатса да, сасқалақтамай, бәрін сабырмен істеу керек. Кез келген мәселе бірден шешілмейді, төзім керек. Әр адамда өзінің жетілу кезеңі бар.
Осы деңгейге жеткенде ешкіммен де ісің болмайды. Өзіңді санасы дамыған, арамза, 200 адамдардан алшақ ұстайтын боласың. Сені ауру ететін адамдармен бірге болудан шегінетін боласың. Сол деңгейде ғана өзіңе баға беруді үйренесің. Қайғыңызды бәріне көрсетпеңіз. Себебі сіздің отыңызға кім ағаш тастайтынын білмейсіз. Әлемде жүздеген ұлттар, діндер, тілдер, нәсілдер мен мазхабтар болуы мүмкін. Бірақ адамдардың екі ғана түрі бар. Ар ұжданы барлар, ар ұжданы жоқтар. Алла бәрін өзі реттейді екен. Ол адам үшін өмірлеріңізді құртып, қатты қиналмаңыздар. Сізге қайырлы болса, ол адамды түбінде алдыңызға келтіреді. Қайырсыз болса, сіздің көзіңізді ашып, қандай адам екенін көрсетіп, сізден алыстатады. Бәрін Аллаға тапсырыңыздаршы. Құрметті оқырман, қазақша каналды қолдап, каналыма тіркеле кетіңіз. Алдағы уақытта сіздермен бөлісерім көп. Назарларыңызға рахмет.